Аяқ көтеру 5 түрлі ауруға ем. Аяғыңызды 20 минут көтеру арқылы 5 түрлі аурудан құтыла аласыз. Баршаңызға ассаляму алейкум. Сіздермен адам ағзасы арнасы қаңтар айының соңына дейін 1000 оқырманға жетуіміз үшін каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдын ала рахмет. Бұл жаттығудың арқасында сіз денсаулығыңызды айтарлықтай жақсартып, көптеген аурулардан арыла аласыз деуге де болады. Жаттығуды үйрену және жасау үшін сіздерге арнайы спорт залдарына барудың еш қажеттілігі жоқ. Бар болғаны қарапайым қалыпта, яғни позада жатсаңыз, ешқандай икемділіктің керегі жоқ. Күнделікті осы жаттығуға 15-20 минут уақытыңызды бөлсеңіз, тіпті бұны жаттығу емес, емдік терапия деуге болады. Бұл видеода күнделікті аяқ көтеріп жатудың адам ағзасына 5 пайдасын білетін боласыз. Видеоны соңына дейін қараңыз және арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Мүмкін күнделікті 20 минут аяғыңызды көтеріп жату соншалықты пайдалы деп ойламассыз. Бірақ сол 20 минут сіздің бойыңыздағы бірнеше дерттің дендеуінен сақтайды десек, сенесіз бе? Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздан ақшаңыз да, қымбат уақытыңыз да кетпейді. Оны жаттығу емес, емдеу десе де болады. Себебі аяқты көтеріп жату сізден физикалық күшті талап етпейді. Дұрысы, оны йогаға теңеу керек. Мамандар оның денсаулыққа тигізер бірнеше пайдасын айтады. Сіз де мұны біле жүріңіз. Жүректің жұмысы туралы бір сәтке ойланып көрдіңіз бе? Күніне қаншама жұмыс атқарады. Бойыңыздағы қанды айдап, тырнақ ұшына дейін жетуін қамтамасыз етеді. Кейде қан айналымы өз жұмысынан жаңылып, аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Сізде де келеңсіздік байқалса, бірден аяқты көтеріп жатыңыз. Жаттығумен денеңіз сұлуланып, не болмаса аяғыңыз әдем болып кетпейді. Алайда аяқтағы тамырлардың кеңеюінің алдын алады. Жаттығу қалай жасалады? Бұл жаттығуды таң демейсіз, кеш демейсіз. Қалаған уақытыңызда жасай бересіз. Ұйықтар алдында жасасаңыз, мазасыз тез ұйықтап кетесіз. Жаттығуды орындау үшін қабырғаға барынша жақын шалқаңыздан жату керек. Астыңызға көрпеше төсеп, өзіңізді барынша еркін сезініп жатуыңыз керек. Аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға мүмкіндігінше жақын орналасыңыз. Сонда аяғыңыз бен денеңіз 90 градус бұрыш жасап тұрады. Аяғыңыз бүгілмеу керек. Ал басыңыз жұмсақ жастықта болмаса, тегіс еденде орналасу керек. Иық пен жанбасты бір деңгейге қойып, денеңізді бос ұстаңыз. Екі қолыңызды да екі жаққа жіберіп бос жатыңыз. Егер басыңызда ауырлық туындаса, басыңызға кішкене жастық, болмаса көрпеше қойып алыңыз. Ал егер беліңіз ауыратын болса, белдің астына кішкене жұмсақ көрпеше қойып, өзіңізге ыңғайлы қылып жасап алыңыз. Денеңізді осы қалыпта өз қалауыңызбен 5 пен 20 минут аралығында жатыңыз. Басқа ешбір қимылды қайталаудың қажеті жоқ. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Бұл қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарай тартып, бүйірге қарай аунаңыз. Жаттығуды орындау үшін міндетті түрде жеңіл әрі қолайлы киім таңдаңыз. Белді қысып тұратын резеңкелі киімді кимегеніңіз абзал. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады. Өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қанның ағзада айналуын дұрыстау. Ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың 5 пайдасы. Бірінші, аяқ ісінуін төмендету. Аяқ ісінуі көбінесе қан айналымының дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек пен артық салмақтың салдарынан да ісініп кетуі мүмкін. Сол себептен, ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне аяқты көтеріп жату жаттығуында қосу керек. Екінші, аяқты ауырғанын басады. Күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін жандардың түнде аяқтары ауырады. Олар да осы әдісті қолданып көрсе, тартылыс күші аяғындағы ауруды қалай басқанын байқамай қалады. 20 минуттық жаттығу аяқты жеңіл қалыпқа түсіреді. Үшіншіден, ас қорытуды дұрыстайды. Егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзада жиналып қалуымен ғана күреспей, асқазанның жұмысына да әсер етеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытылуын жақсартады. Іш қату сынды мәселеде оң шешімін табады. Ішкі ағзаңызды тазалағандықтан жүзіңізде құлпыра түседі. Төртіншіден, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуды да қалыпқа түсіреді. Дененің осылай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Мұның нәтижесі біз бір қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне тыныштық сыйлап, іш, мойын, бұлшық етіне де түсетін күшті басады. Бесіншіден, жан тыныштығы. Жаттығу миды оттегімен барынша толтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жанды да тыныштықпен үйлесімділік орнайды. Жаттығуды күн сайын жасаңыз, көп күтпей-ақ жағдайыңыздың жақсара түскенін байқайсыз. Ескерту: егер сіздің беліңізде жарақат болса, бұл жаттығуды жасамағаныңыз дұрыс. Мұндай кезде өзіңізге ыңғайлы болу үшін
Беліңізге жастық қойып жасау ұсынылады. Егер видео ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісіп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.